Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, бүгінгі біздің кезектегі сүреміз Алақ сүресі. Алақ сүресі бұл пайғамбарымызға ең алғашқы түскен сүрелерден. Немесе Алақ сүресінің басындағы 5 аятты бүткіл Құран бойынша ең алғашқы түскен аяттар. Өйткені бізде Құранда ең алғашқы түскен сүре деген бар, толығымен түскен сүре. Бірақ Алақ сүресіне толықтай түспеген алғашқы 5 аят күйінде алатын болсақ, ең бірінші түскен аят осы Алақ сүресінде. Ол, яғни бірінші аяты Иқра бисми раббикаллази халақ деп басылатын аятымыз. Бұл біз пайғамбарлықтың басын білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 40 жасқа толғанда жаңағы өзінің тұрып жатқан мекені, Мекке болсын, сол кездегі жалпы әлемнің жағдайын ойлап қатты күйзелісте жүрген болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы кезеңдерде Хира үңгіріне барып, ұзақ күндер бойы жалғыз жатып ойға шомылатын етін. Бізге хадистердің айтуы бойынша сол уақытта пайғамбарымыз әрдайым үйіне тек қана тамақтану үшін ғана баратын, тамақтарын салып алып, тағы да ұзақ күндер бойы Хира тауына барып, осы әлемнің жағдайына алаңдап, оған бір шешім жолын іздейтін болған пайғамбарымыз. Осы кезде оған алғашқы пайғамбарлықта келеді. Ең бірінші сол кездегі түскен аятымыз Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жибрил алейхиссалам келіп, Иқра дейді, оқы дейді. Оқы деген кезде ойлаңыз, адам келді, пайғамбарымыз жалғыз ой үстінде болған кезде оған періште, адам кейіппен келген періште оқы деді. Сол кезде пайғамбарымыз хадистерде, Бухари жаңағыдай муслимдерде келген, сахих хадистерде келген риуаят бойынша оған таңырқаған пайғамбарымыз мә ана биқари дейді, мен оқи алмаймын ғой дейді. Сол кезде Жибрил алейхиссалам хадисте келген бойынша пайғамбарымыз мені қатты қысты дейді. Сондай бір күшім қалмағанша қысты дейді. Сөйтіп жіберді да оқы деп айтты дейді. Мен тағы да айттым, мен оқи алмаймын ғой деген кезде жаңа Жибрил алейхиссалам тағы да 3-ші рет қысып жібереді да, одан Иқра бисми раббикаллази халақ. Оқы, сені жаратқан Раббыңның атымен оқы дейді. Енді бізге сұрақ туады, не үшін Жибрил алейхиссалам олай істеді? Келді, оқы деді. Нені оқу керек ол біріншіден, және де не үшін қысты оны деген сияқты сұрақтар келеді. Біріншіден ғұламалар бұл жерде әртүрлі нәрсе айтады. Оқы деді. Yani bu Cibril Aleyhisselam Allah Taala'nın sözünü жеткізіп тұр. Yani Allah Taala оқы деп жатыр пайғамбарымызға. Пайғамбарымыз, біз білеміз, тарих бізге пайғамбарымыздың жазып оқу білмегенін айтады. Пайғамбарымыз 40 жасқа дейін, мысалы пайғамбарлық келгенге дейін және одан кейін де ол жазуда, оқуда білмеген, бұған байланысты көптеген аяттар да бар. Пайғамбарымыздың осы жағдайына дәлел болатын. Енді демек пайғамбарымыз өзінің жазу оқу білмейтінін енді өзі іштей білгеннен кейін Иқра деген оқы деген кезде ол сөздің тура мағынасында түсінеді. Мен оқи алмаймын ғой дейді. Яғни, бірақ бұлай айту үшін де оның алдында бір жазу болу керек. Бірақ Жибрил алейхиссалам оған жазып ештеңе көрсеткен жоқ екені белгілі бізге. Сонда нені оқу керек? Демек, бұл жерде пайғамбарымыз бұл Хира үңгіріне не үшін келді? Бұл осы әлемнің жағдайын алаңдаулы етін. Ол кезде пайғамбарымыз бұл әлем бұлай кете берсе болмайды. Ол Алла Тағаланың бар екенін біледі. Пайғамбарымыз ескі Ибрахим дінінде болған. Оның жалғыз Құдайға сенген екені бізге тарихтан белгілі. Демек, егер Алла бар болған болса, Алла шынымен мейірімді болған болса, бұл әлемді бұлай қоймайтын еді. Демек, бір шешім жолы болу керек бұл жерде деп әлемді оқып жатқан еді пайғамбарымыз. Шешу жолын іздеуді араб тілінде немесе басқа біздің тілде де айтса болады. Әлемді оқу, әлем үлкен бір кітап болатын болса, оның жағдайларын зерттеп қарауға біз оқы деп айта аламыз. Бірақ пайғамбарымыз оны олай түсінбейді. Басында оқы деген кезде оны тура мағынада түсінетін, өзінің яғни жағдайы есіне түседі. Ол оқи алмайтын етін.
сөйтіп мен оқи алмаймын ғой дейді. Бірақ сол кезде Жибрил алейхиссалам оны қысқаны да осы үшін. Ол қысқан кезде оны бір жаңағы таңырқап тұрған жағдайынан шығару үшін. Мысалға біз кішкентай балаға бірдеңе үйрететін кезде, немесе айтқан тілді алмай қоятын кезде, баламызды құйрығынан қағып қалуымыз мүмкін. Неге? Біз оған бір ауырсын демейміз. Бірақ сол бір жағдай оны жаңағы күйін өзгертеді, баланың эмоциялық жағдайы өзгереді. Сол жағдай, жаңағы эмоциялық жағдай өзгеріп жатқан кездегі айтылған нәрселер оның есінде қалады. Сол үшін кішкентай балалардың көбінесе есінде қалатын нәрсе, ересек кезімізде, қазір біздің де өзіміздің кішкентай кезімізден не есіңде қалды дейтін болса, сондай бір қызықты сәттер, немесе ауырған кездер, жаңа денемізге бір ауру тиген болса, сол кездер. Жалпы бүткіл жағдай есімізде қала бермейді, тек қана әке-шешемізбен ойнаған кездер, тамақ ішкен кездер есте қалмаса да, сондай сәттер есте қалады. Неге? Өйткені эмоция қосылған ол жерде. Адам ойнады, күлді, немесе ауырды, жылады. Мектепте болған оқиғалардан да тек қана осындай қызықты сәттер, немесе қайғылы жағдайлар есте қалады. Немесе баланың туылған кезін ешкім ұмытпайды, кісінің қайтыс болған кезін ешкім ұмытпайды, қалай қайтыс болған. Бірақ ортадағы өмірі ұмытылып кетеді. Неге? Өйткені ол жерде эмоциялар аз. Қай жерде эмоция бар, сол жерде болған оқиға есте қалып отырған. Сол үшін Жибрил алейхиссалам пайғамбарымызды сондай бір қатты қысады, одан бар оқы дейді. Яғни есіңді жина. Сен бұл үңгірге не үшін келдің? Яғни адам ой үстінде ойға шомылып жатқан болатын. Енді оқы дегенде, демек бұл жерде біз жазылған бір нәрсені оқымайды, әлемді оқығың келді ма? Оқы, алайда бисми роббикаллази халақ дейді. Бұл әлемді жаратқан, немесе сені жаратқан Раббыңның атымен оқы дейді. Өйткені әлем болып жаратылғаннан кейін әрбір идеологиялар бар, әртүрлі көзқарастар бар, әртүрлі философиялық ағымдар бар. Бұның барлығы осы әлемде болып жатқан адам басына келген проблемалардың бір шешімін ортаға қойғысы келеді. Бірақ ол адамдар өздерінің басынан, яғни өздері не ойлайды, өздерінің тәжірибесін ортаға қойғысы келеді. Пайғамбарымыз да солай ойланып жатқан болатын. Алайда Алла Тағала оған енді уахи алып келді. Яғни бұл әлемді мен жараттым. Бұл әлемде ешбір нәрсе менің қалауымсыз болмайды. Не нәрсе болса да менің қалауымнан тыс шықпайды, тек қана менің қалауыммен ғана болады. Егер де оқығың келсе, бұл әлемді танығың келсе, оған шешім іздейтін болсаң, жаратқан Раббыңның атымен оқы. Бүгіннен бастап сен пайғамбарсың. Яғни бұл дүниенің шешімін тек қана мен бере аламын. Бұл дүниедегі мәселелердің шешімін тек қана сенің Раббың Алла ғана бере алады дейді. Бисми роббикаллази халақ. Демек, иқра дегендегі Алла Тағаланың мақсаты басқа, одан пайғамбардың ұққан мақсаты басқа. Пайғамбарымыз өзінің осы уақытқа дейін жазу оқу білмейтіні еске түсті, алайда Алла Тағала ол өзінің құдіретімен айтып отыр. Оқы деді. Яғни адамдар оқыған кезде оған біреу үйрету керек. Жазып оқуды үйрету керек. Мынау мысалға А әріпі, мынау Б әріпі, мынау Ә әріпі деген сияқты олар біріккен кезде, мысалға мынау кітап деген сөз, мынау ағаш, мынау үй деген сөз, әртүрлі сөздер шығады. Бұны әріптердің қосылуын бір адам үйретеді. Бірақ пайғамбарымыз оны білмеймін деп өзінің ақылынан айтып тұр. Өзінің қазіргі жағдайын сондай бір есепке салып тұрған болса, Алла Тағалаға өз есебімен айтып тұр. Иқра, оқы деді, жаратқан Раббыңның атымен оқы деді. Яғни сен бұл әлемді оқу үшін керек болатын болса, мен себептерге жүгінбеймін. Әрбір адам оқу үшін бір себептерге, мұғалімге жүгінетін болса, сенің оқуың тікелей менен болады. Біз кейін оны өтеміз. Мысалы, Хыдыр алейхиссаламға берілген ілім бұл кітап арқылы берілмеген. Оған пайғамбар Алла Тағала тікелей айтып отырған. Біз ол оқиғаға кейін Каф сүресінде иншалла тоқталатын боламыз. Қысқасы, Алла Тағала бұл әлемді себептермен жаратқан. Әрбір нәрсе бір-біріне себеп болып, бір оқиға болатын болса, оның жүздеген бір себептер болады. Алайда Алла Тағала осы себептердің кез келгеніне араласа алады, кез келгенін себепсіз де ортаға алып келе алады. Сол үшін пайғамбарымыз айтып отыр: оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы дейді. Егер де жаратқан Раббыңның атымен оқитын болсаң, саған керек болатын болса, мұғалім де керек емес, саған Жибрил алейхиссалам арқылы өзім-ақ уахи түсіріп отырамын дейді. Енді оған дәлел ретінде ар жағында келесі аяттар соған дәлел болады. Халақал инсана мин алақ дейді. Мен
адамды ұйыған қаннан жараттым дейді. Алақ деген сөзіміз адам жаратылысында ең алғашқы болатын процесстер. Бұл жаңағы адамның жатырында ең бірінші ұйыған қан ретінде оның жаңағы жатырының қабырғасына жабысып тұратын бір етті айтады. Қанды айтады. Халақал инсана мин алақ дейді. Қара дейді, мен Раббың сенің адамды бір ұйыған қаннан ғана жараттым. Негізі топырақтан жараттым деп, топырақтан жаратылған адам, алайда оны айтпаған себебі бұны бізге тек қана Алла Тағала айтты. Оны тәжірибе жүзінде оған жету қиын. Бірақ алақ деген кезде, ұйыған қаннан жараттым деген кезде, көрдіңіз бе, бұл жерде адам баласы оны зерттей алады, көре алады оны. Сол үшін Алла Тағала біздің ақылым жететін нәрсені айтты. Халақал инсана мин алақ. Яғни қара адам қазір қандай жағдайда, неше түрлі білімді адамдар бар, бірақ оның барлығы негізі қайдан пайда болды? Бір мүмкін емес нәрседен, бір ұйыған қаннан. Ұйыған қанның бір адам болып, кемел адам болып кетуі негізінде жай бір ақылға салатын болса, ол қиын дүние. Демек, оның барлығында Алла Тағаланың күш құдіреті болмайтын болса, адам баласының бұндай бір кемелдікке, біздің білетін кемелдікке жетуі қиын. Осы қиын адамдар бір адам ойлап табылған жоқ. Ол тек қана Алла Тағаланың бір құдіретімен болатын нәрсе. Мысалы, ерлі-зайыптылар қосылады, үйленеді, одан бір ортаға бала пайда болады. Бірақ ол баланы олар өздері істеп алған жоқ. Олардан тек бір себептер, әрекеттер ғана болды. Бірақ ол баланың көзі қандай болатынын, мұрны қандай болатынын, дене бітімінің қандай болатынын, кімге ұқсайтынын әке-шешесі біле алмайды. Оны туылғанша күтіп жүреді. Яғни оның барлығы Алла Тағаланың құдіретімен болатын нәрсе. Яғни жоқтан бар ету деген сөз осы. Алла Тағала оны жоқтан бар етеді, және де сен оқитын кезде де ешқандай себепке мұқтаж емессің. Сені оқытатын біз. Сол үшін бисми раббикаллади халақ деді. Сені жаратқан Раббыңның атымен оқы. Және иқра, одан кейінгі аятта оқы же уа раббукал акрам. Сенің Раббың акрам. Акрам деген сөз жомарт, және жомарттың үстіндегі жомарт. Яғни жомартырақ деп айтсақ та болады. Яғни Карим деген бар, Карим деп жомарт адамды дейді. Ал жомарт, үсті жомарт адамды, жомартырақ адамды, бәрінен жомарт адам деп айтсақ бола ма екен, оны акрам дейді. Бірақ Алла Тағала осы акрам сөзін қолданған. Яғни былай айтсақ та болатын сияқты. Бір адам сізге жазу оқуды үйрететін болса, ол Карим, жомарт. Ол бір себептерге сүйенді, сіз бір себептерге сүйендіңіз, ортада сіз жазып оқып үйрендіңіз. Бірақ Алла Тағала сізге оқытам дейтін болса, сізді пайғамбар қылам дейтін болса, яғни ол біздің пайғамбарымыз айтып отқан сөз, сені пайғамбар қылам дейтін болса, оған да мұқтаж емес. Ол Раббукал акрам, сенің Раббың жомарттардың жомарты, яғни сені саған оқып үйрету үшін ешқандай әріптерге де, ешқандай жаңағы мұғалімге де мұқтаж емес деген сөз. Уа раббукал акрам. Бірақ ол аллади аллама бил қалам, ол сондай бір сенің Раббың адамдарды үйреткен кезде қаламмен үйретті дейді. Аллади аллама бил қалам, алламал инсана мә ләм я'лам дейді. Яғни бұл жерде Алла Тағала жаңағы адамның өмірінің жалғасында айтып кетті. Сондай бір неден ұйыған қан болған адам енді қандай жағдайға келді, оны біз жазып оқуды үйреттік дейді. Яғни адам баласына берілген нығметтерді Алла Тағала санап жатыр. Оның ішіндегі ең үлкен нығметтердің бірі оған қаламды игеруі. Өйткені ешқандай жаратылыс қаламмен жұмыс істей алмайды. Ал адам ғана даму үстінде. Біз өткен тәфсирлердегі тақырыптарда айтқанбыз, адам баласы кемелділігі белгіленбеген қай жерге жететіні. Ең кемел адам пайғамбарымыз, және де әр адам өзінің жаңағындай сферасында, өзінің жаңағы қай жерде қалай жұмыс істеп жүрген болса, сол өзінің бағытында ең кемелге жете алады, және де оның кемелдігі қай жерге дейін баратынын ешкім белгілей алмайды осы уақытқа дейін. Адам баласын Алла Тағала солай жаратылған, және де оған себеп болған нәрсе, яғни адам баласы жаратылу себебі дүниені игеру дедік қой. Біз Бақара сүресінде айтады, «Уа идh қала раббука лил малаикати инни джаилун фил арди халифа». Сенің Раббың періштелерге айтты дейді, мен жер бетіне халифа, орынбасар жаратамын. Яғни орынбасар, Алла Тағаланың орынбасар, жер бетін игеретін бір жаратылыс жаратамын деген сөз. Ол деген сөз әрбір заман сайын ол дами береді деген сөз. Анау Адам алейхиссаламнан біздің пайғамбарымыздың заманына дейін адамдар тек қана даму үстінде. Бірақ ол дамуға себеп болатын нәрсе бір қалам.
қалам ғана. Өйткені бір адамның келген жерін, мысалы бір ілім жолында ол бір ілім бағытына түсті, ол келген жерін қаламмен бекітіп отырады. Келесі ұрпақ келген кезде соның келген жерінен жалғастырады. Бұл іс тек қана қаламмен болады. Жазып кетумен, өйткені ауызекі жеткізумен ұмытылып қалады, әртүрлі жағдайларға ұшырайды. Алайда қаламмен бекітілген нәрсе, ортада бір шәкірт, мысалы бір ұстазы жазды, оны шәкірті жеткізді, алайда шәкірті толық түсінбеген болуы мүмкін. Алайда қаламмен жазылған дүние болғаннан кейін, одан кейін келген ұрпақ өзінің ұстазынан артық түсінген болуы мүмкін. Сол үшін әлләзи аллама бил қалам деп Алла тағала бізге қаламмен үйренудің де ең үлкен бір шарапатты іс екенін айтқан. Яғни қарайтын болсақ, алақ деген кезде, алақ деп айтты ғой, біз адамды ұйыған қаннан жараттық деді ғой. Бірақ ол алақ деген сипатқа, ұйыған қаннан жаратылу сипатына бүткіл тіршіліктер ортақ. Мысалға хайуанаттар да дәл солай жаратылады. Алайда Алла тағала оның адамның жететін жерін көрсетті. Оның артықшылығын әлләзи аллама бил қалам. Біз адам баласын немен жаратты? Жаңағыдай адам баласына қандай бір мәртебе бердік дейді? Ол қаламды игерді дейді. Сол арқылы алламал инсана ма лам я'лам. Ол білмейтін нәрселерді біз оған үйреттік дейді. Осымен алғашқы 5 аяты бітті. Бұл Иқра, яғни Алақ сүресі ең алғаш пайғамбарымызға осы 5 аяты ғана түскен болатын. Одан кейін ар жағында Муддасир сүрелері түседі. Кейіннен барып бұл Алақ сүресінің кейінгі аяттары басқандай уақыттарда түседі. Біз оған Құдай қаласа келесі сабақта тоқталатын боламыз. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil аламин.